Сәлеметсіздер ме? Жүрек біздің өміріміздің моторы. Бірақ кейде мотор әлсіреп, өз жұмысын толыққанды атқара алмай қалады. Бүгін мен сіздерге жүректің ең қауіпті ауруларының бірі дилатациялық кардиомиопатия тақырыбын талқылайтын боламын. Өзімді таныстырып кетейін. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма, есімі Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагноз дәрігер, онлайн және офлайн консультация беремін. Бүгінгі тақырып дилатациялық кардиомиопатия дегеніміз не? Оның негізгі себептері қандай? Аурудың негізгі белгілері туралы айтатын боламын және диагностикасы мен емін осы видеода толыққанды ақпарат беретін боламын. Сондықтан видеоны толыққанды көріңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Онлайн немесе офлайн консультация керек болса, шапка профильдегі WhatsApp нөмерге жазсаңыздар болады. Сонымен қатар мен диагноз дәрігер болып жұмыс жасаймын. ЭКГ, холтер, смат, УЗИ-дің расшифровкасын онлайн және офлайн оқып, сіздерге толыққанды консультация бере аламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Кардиолог кеңес керек болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал енді біз бүгін тақырыбымызға келетін болсақ, дилатациялық кардиомиопатия дегеніміз жүректің қуыстары шамадан тыс кеңейіп, қалыпты жағдайда, мына қолымдағы муляжда, бұл қалыпты жағдайдағы жүрек. Ал екінші муляжда бұл дилатациялық кардиомиопатиясы бар жүрек. Яғни салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, мына жүректің қуыстары кеңеймеген, ана жерде жүрек қуыстары кеңейген. Және қабырғалары, ана жерде қабырғалары қалыңдау болып келсе, дилатациялық кардиомиопатияда қабырғалары жұқарған. Осы нәтижесінде сорғыштық күшінің азаюынан пайда болатын ауруды айтамыз. Осы аурудың нәтижесінде жүрек қан айналымының әлсіреуі пайда болып, сол жақ қарынша кеңейеді, күйеді. Жүрек әлсіреген сайын қан ағзаға толық жетіспеген кесірінен ентігу, тез шаршау және аяқтың ісінуі белгілері пайда болады. Дилатациялық кардиомиопатияның негізгі себептері толыққанды зерттеліп жатыр. Дегенмен негізгі факторларды атауға болады. Ол тұқымқуалаушылық, вирусты инфекциялар, алкогольді шамадан тыс пайдаланған жағдайда осыған алып келеді. Кейбір дәрі-дәрмектер мен уытты заттардың кесірінен пайда болады. Жүрек ауыр зақымдалған жағдайларда негізгі себептеріне жатады. Аурудың негізгі белгілеріне келетін болсақ, алғашқыда бәрі байқалмай қалуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе науқаста ентігу, тез шаршағыштық, аяқ-қолдың ісінуі, жүрек соғысының жиілеуі немесе ырғақтың бұзылыстары пайда болады. Енді қалай анықтаймыз? Яғни диагностикасы. Ең бірінші ЭКГ, электрокардиограмма түсіргіземіз. Жүректің ультрадыбыстық зерттеуі, УЗИ сердце, эхокардиография бәрібір сөз. Яғни соны түсіріп, бұл жердегі жүректің насостық қызметінің қаншалықты жұмыс жасап жатқанын көруге болады. Яғни жүректің лақтырыс күшін анықтаймыз. Эхокардиография арқылы жүректің қаншалықты кеңейген өлшемін де біліп алуға болады. Кеуде қуысының жалпы рентгенін түсіру керек. Яғни бұл жерде жүректің көлемінің қаншалықты ұлғайғанын білуге болады. Қан талдауларын міндетті түрде орындаймыз. Барлық қан талдауларын кардиолог кеңесіне келген кезде толыққанды сіздерді жағдайға қарап жіберістерге жібереді. Осы бүкіл диагностиканы дәрігер сіздерге толыққанды бақылап, диагностика жасап болғаннан кейін толыққанды бақылап, диагнозды
қояды. Осы диагноз қойғаннан кейін емдеуге көшеміз. Вегетациялық кардиомиопатия бұл созылмалы ауру болғандықтан толық жазылып кету әрдайым мүмкін емес, бірақ аурудың науқастың жағдайын жеңілдетуге және өмір сапасын жақсартуға болады. Бірінші дәрі-дәрмектермен емдегенде АПФ тежегіштері, бета-блокаторлар және диуретиктер қолданамыз. Әр пациентке дәрігер жағдайына, дене салмағына және қосымша ауруларына қарай дәрі-дәрмектер тағайындайды. Индивидуально тағайындалады. Интернетте, ютубтан болсын, интернеттен болсын айтылған препараттарды өз мақсаттарыңызда немесе көршілеріңіз болсын, туған туыстарыңыз ішіп жатыр екен деп ішуге болмайды. Тек қана дәрігердің тағайындауымен ғана дәрілерді ішу керек. Өйткені дәрі-дәрмектер ол тек қана емдеп қана қоймай, оның қарсы көрсетілімдері мен яғни жағымсыз әсерлері де болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде маманның кеңесімен ғана дәрілерді пайдаланыңыз. Дәрі-дәрмектен бөлек қосымша құрылғылар, кардиовертер, дефибрилляторлар қолдануға болады. Жасанды қарынша, енді ауыр жағдайларда ғана жүрек трансплантациясы, яғни жүрегін ауыстыру керек болады. Жүрек трансплантациясы өте сирек жағдайларда жасалынады, өйткені жүрек табу қиын, донор табу қиын. Көп адамдар келісім бермейді, туған туыстары да келісім бермейді. Мысалы, қайтыс болған, инсульт алған, комаға түскен пациенттерде. Бұндай жағдайларда әрине бұл өте қиын жағдай, бірақ ауыр жағдайларда жүрек трансплантациясы жасауға болады. Салауатты өмір салтын ұстану, алкогольден бас тарту керек бұндай пациенттер, тұзды тағамдарды азайту және физикалық белсенділікті сақтау өте маңызды. Қорытындылайтын болсам, вегетациялық кардиомиопатия қауіпті, бірақ емделетін ауру. Сондықтан уақытылы дәрігерге қаралу өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Кардиологтың кеңесін алып отырғаныңыз дұрыс. Бүгінге осы қысқа әрі нұсқа берілген ақпаратым сіздерге ұнады деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.